Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 2 сынып қазақ тілі 46 сабақ. Сұраулы сөйлем тақырыбы. Балалар, бүгін сіздер сөйлем түрлерін анықтауды үйренетін боласыңдар. 37-ші жаттығу. Мәтіннің басын және соңғы бөлігін оқы. Дастан сабақта отырып қайта-қайта терезеге қарай берді. Сабақ аяқталды. Дастан далаға жүгіріп шығып, бар даусымен "Мені шақырған кім?" деп айғайлады. Оған күн күлімдеді. Оған кішкене құс әндетіп сайрады. Оған қызыл шие сабағын иіп, жемістерін ұсынды. Енді балалар, мәтінге байланысты тапсырмаларды орындайық. Мәтін не туралы? Оның негізгі ойы неде? Мәтін табиғат туралы. Оның негізгі ойы табиғаттағы жануарлар да, құстар, ағаштар мен өсімдіктер де сөйлеу тілі болмағанымен, олар үнсіз тілдесе алады. Қарамен жазылған сөйлемді тиісті дауыс ырғағымен оқы, оның қандай сөйлем екенін айт. Мені шақырған кім? Балалар, бұл сөйлем сұраулы сөйлем. Өйткені сөйлемнің соңында сұрақ белгісі тұр. 38-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Ақтеліппе кемпір-қосақтың суретін салғысы келді. Ол дереу ақ қағаз бен бояу карандаштарын алып, сурет салуға кірісті. Кенет, осындай кемпір-қосақ бола ма екен? Деген біреудің дауысы естілді. Ақтеліппек бұрылып қарап еді, ешкім көзіне көрінбеді. Ал қабырғаға күн сәулесі түсіп тұр екен. Амансың ба, балақай? Бұл менмін, күн сәулесімін. Сенен сөйлесіп тұрған. Сен кемпір-қосақты дұрыс бояған жоқсың. Қалай бояу керек екен, сен қайдан білесің? Себебі кемпір-қосақты жасайтын менмін. Сонда қалай? Сен ақсың, ол болса түрлі түсті ғой. Мен әншейін сырт көзге ғана ақ боп көрінемін. Ал шын мәнінде менің бойымда бірнеше түс бар. Қызыл, қызыл сары, жасыл, көк, көгілдір және күлгін түсті. Енді балалар, мәтінге байланысты тапсырмаларды орындайық. Мәтіндегі сөйлемдердің тыныс белгілеріне назар аудар. Хабарлы сөйлем мен сұраулы сөйлемнің оқылу ырғағын салыстыр. Хабарлы сөйлемнің соңында нүкте қойылады және белгілі бір нәрсені хабарлап тұрғандай сөйлейді. Ал сұраулы сөйлем бір нәрсені білу үшін сұралады және сұраулы сөйлемнің соңына сұрақ қойылады. Екінші тапсырма. Мәтіндегі сұраулы сөйлемдерді теріп жаз. Осындай кемпір-қосақ бола ма екен? Амансың ба, балақай? Қалай бояу керек екенін сен қайдан білесің? Сонда қалай? Келесі жаттығу. Олар келесі жаттығуға өтпей тұрып, мына ережені есте сақтаңдар. Жауап алу мақсатында айтылған сөйлемді сұраулы сөйлем дейді. Сұраулы сөйлемнің соңында сұрау белгісі қойылады. Мысалы, сенің досың кім? 39-ші жаттығу. Төмендегі сұрақтар бойынша парталасымен диалог құрастыр. Бірінші сұрақ. Нешінші сыныпта оқисың? Екінші сыныпта оқимын. Сабақтарың сағат нешеде басталады? Сабақ 13:10-да басталады. Сабақтан кейін не істейсің? Сабақтан соң үйірмелерге барамын. 40-шы жаттығу. Хабарлы сөйлемді сұраулы сөйлемдерге айналдырып жаз. Бірінші сөйлем. Толқын кітапханадан кітап алды. Осыны сұраулы сөйлемге айналдырсақ, Толқын кітапты қайдан алды? Екінші тапсырма. Ол көп оқиды. Сұраулы сөйлемге айналдырсақ, Толқын кітап оқи ма? Үшінші тапсырма. Әжесіне ертегі оқып береді. Толқын әжесіне не оқып береді? Бірінші жаттығу. Суреттер бойынша бір-біріне сұрақ қойыңдар. Балалар, сұрақ қою үшін бірінші суреттегі балаларға ат қойып алайық. Санжар қайда бара жатыр? Санжар сабаққа бара жатыр. Айнұр мен Айман қайда отыр? Айнұр мен Айман сабақта отыр. Алмас сабақта не істеп жатыр? Алмас сабақта кітаптан көшіріп жатыр. Айбар сабақтан соң қайда барады? Айбар сабақтан соң футбол үйірмесіне барады. Айша қайда бара жатыр? Айша сабаққа бара жатыр. Мерей сабақтан соң қайда барады? Мерей сабақтан соң домбыра үйірмесіне барады. Балалар, суретке қарап, басқа да сұрақтар
құрастырып қойып көріңдер. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.